қай салада да әрине ұстаз табиғатынан беріледі деп ойлаймын. Әнді ғана үйретіп қоймаймыз ғой. Біздер сол классқа кіріп келгеннен бастап, аяқ киімнен бастап, өнерменен қоса мәдениетті, білімділікті, адамгершілікті барлығын ұғындыруға тырысамыз. Ұстаз өзінің берілген мамандығының нағыз иесі болу керек. Сол мамандықты таза меңгеру керек, таза білімді болу керек сол салада. Сонда білімді болсаңыз, өз салаңызды өте жақсы меңгерсеңіз, сіз оқушының, студенттің бойына сол берілген дарынды таба аласыз, аша аласыз. Адамның таза есту қабілеті тек өнерде ғана болмау керек. Шет тілін өте жақсы білу үшін есту қабілеті өте жоғары болу керек дегенді. Мен сол кезде ойлап қалдым, тек қана музыканттарға ғана керек емес екен ғой. Бірден олардың барлығын әнші қылып тастау мақсат емес. Ол бәрі әнші болмайды да. Сондықтан ол балдарға әрқайсысының табиғатын танып білу керек ұстаз. Дегенмен де мен өзімнің ұстаздарым туралы бір-екі ауыз айтпай кетуге арым жібермейді. Біз консерваторияда оқып жүргенде ата-анамыз жырақта, ана кісілер енді ата-анаңнан кем болмай осылай бізді тәрбиеледі ғой. Ғазиза Ахметқызы Жұбанова, ой, құдіретті тамаша кісі ғой. Бір күні коридорда келе жатсам, қолымда домбырам, мамандық бойынша түс қайта өтеміз ғой, түске дейін групповой сабақтар болады. Мені Сәуле дейтін ол кісі. Жаңағы Светлана деп енді қазақта бала тұрмаған кезде, сондай бір ерекше болған кезде қояды ғой. Солай қойған болу керек. Ата-анам мені Сәуле деп кетті. Сәуле менің көзімнің мүмкін жанары шаршап тұрғанын ол кісі көрді білем. Домбыраммен келе жатыр едім. Қалай жағдайың жақсы ма деп, менің жағдай ректор. Қараңыз, қазіргі ректорларда бар, жақсы сондай тең сөйлесіп, балалардың жағдайын сұрайтын. Ал енді сол кісі айтады, шаршап келе жатсың ғой, тамақ іштің ба дейді менен. Мен енді не деп жауап берерімді білген жоқ, сабақтан шығып келе жатырмын дедім. Жүр, тамақ ішейік деп столовыйға, студенттік столовыйға алып барды. Сол мына столовыйымыз тамаша, қаймақтары қандай, ол кездің булкемен жеп аламыз ғой, ол кездегі студенттер. Мына бұрыштағысына отырып екеуміз, маған бір сорпа алды, өзіне де сорпа алды. Түнімен 3-ке дейін ноты жазып едім, кел екеуміз тамақтанайық деп. Сондай жағдай менде екі рет апайменен столовыйға алып барды. Мен ойлаймын, қазір ойлаймын, не деген құдірет, қазір көзіңе соны ойласаң жас келеді. Осындай ұстаздардың алдынан өтіп, сол кісілердің қарап өскенімізге мен бақыттымын. Қараймыз орланып, кетпесек жарайды-ау, япырау жынданып.